Алдар көсе ішінде құпия нәрселер көп. Бұл мультфильмнің ерекшелігі де осы. Санап шықсам, оның 5-ке жуық сәттер дұрыс ашылмаған екен. Мысалы, бәрінің қорқынышы әне-міне алтындан беретін бүркіт, немесе алдарға келген өзге ғаламшарлықтар. Бұлар жайлы толық ештеңе білмейміз. Бір рет шығып, ары қарай жоқ болып кетті. Соның бірі мазар. Бай керуен эпизодында кезіккен. Алдар байлардан қашып жазықта кетіп бара жатқанда жаңбыр басталады. Жаңбыр астында қалмайын деп осы мазарға жасырынады. Артынан келген қарақшыларды қорқытып, керуендерін тартып алып, байлардың қарызын соңында қайтарған. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Нуар KZ. Бүгінгі видео алдар жолықтырған мазар жайлы болмақ. Ол кімдік екенін ешкім білмейді, дегенмен осы құпияны ашып көрейік. Не үшін, не себепті десеңіздер, бұл алдардағы жасырын сәттерге арналған жаңа рубрика. Қазақша айтқанда жаңа айдар. Мазарда кім жатқан туралы менде барлығы 6 түрлі нұсқа бар. Әрқайсына жеке түсініктеме беріп, қайсысы дұрыстау екенін анықтайық. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, ой пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Мұндай вариант бәрімізді таңғалдыруы мүмкін, бірақ қарастыруға болады. Жалпы қайдағы Шыңғысхан десеңіздер, ол мына ханның арғатасы екен. Ханның зүбәржаты осы Шыңғысханнан қалған. Бұл жайтты байқаған көрермендер де бар. Және жаңадан бері айтып жатқан мазар хан сарай жақтағы жазықта орналасқан. Әрине, бұл қызық нұсқа, тіпті осы видеоны жасауға түрткі болған десек те болады. Әйтсе де Шыңғысхан бұның ішінде жоқ. Неге екенін түсіндіре кетейін. Шыңғысханға мазар тұрғызбайтыны анық. Оның салт дәстүрі бөлек. Және оның кезінде моңғолдарды жер астына көміп, сол жердің үстінен аттармен таптап өткен. Аңызы бойынша Шыңғысхан да осы әдіспен жерлеген дейді. Яғни бұл нұсқамыз шындыққа жанаспайды. Келесі адам да бірден айтсам кезекті қате нұсқалардың қатарында. Оны тек бір логикаға сүйеніп қостым. Себебі қазы алдар өзенінің ішінде өлген кейіпкерлер тізіміне кіреді. Не үшін десеңіздер, ол бір серияда алдарға алданып суға секіріп кеткен. Негізі сол серияның соңында бұл қазы тірі, бірақ уақытша екені бәрімізге анық. Бұл нұсқаны алуымның тағы бір себебі, жаңағы алдар мазарға барған эпизодта байлар алдарға шағымды ханға барып айтады. Хан үкім шығарады. Айтайын дегенім, шешім шығарумен әдетте қазы айналысатын, ал бұл серияда ол жоқ. Негізі мазардың ішінде қазы деген нұсқа бір қарағанда дұрыс сияқты, бірақ ол суға секіргеннен кейін бәрі оны тастап кетіп қалды. Денесі сумен ағып кеткен де шығар. Сол үшін екінші вариантты да алып тастаймыз. Енді шынымен болып қалуы мүмкін деген нұсқалардың бірі. Бұл кім десеңіздер, 1000 жыл бұрын мына дүлейді қамаған осы сұмарбаушы. Осыдан 1000 жыл бұрын сұм арбаушы мені осы құмыраның ішіне қамап қойған еді. Бұдан басқа ол жайлы ештеңе айтылмады. Бірақ атына қарап бұл кейіпкердің бейнесін шамамен жасай аламыз. Алдар көсе мультфильмінде есімдер рөл немесе статус бойынша жүреді. Мысалы, бай адамды бай, оның бәйбішесін бәйбіше дей салады. Және бұл олардың шынымен есімдері. Сол секілді сұмарбаушының аты оның не істейтінін білдіреді. Яғни ол духтарды, елестерді аулайды. Осы істің маманы десек болады. Тек бір ғана дүлейді ғана емес, басқа да түрлі тылсым күш иелерін аулағаны анық. Өте көп мөлшерде болуы мүмкін. Егер бұл оның мазары болса, онда мына жайтты айта кету керек. Алдар ең алғаш мазарды кезіктіргенде не болды? Ауа райы бұзылып, артынан найзағай жарқылдады. Көсе соны пайдаланып қарақшыларды қорқытты. Көп туындыда авторлар эмоцияны атмосферамен береді. Мысалы, бір кейіпкер қайтыс болса, немесе жан дүниесі сырқыраса, жаңбыр жауады. Бұл біз болып жатқан оқиғаны барынша сезінуіміз үшін. Егер бір кейіпкер өмірден өтсе, ал аспанда күн шыжып, құстар шырылдап, ал фонда күлкілі музыка ойнап тұрса, біз оны сезінбейміз. Сол үшін барынша мұңды қылуға тырысады. Ауа райын бұзылтып, музыканы да көңілсіз қойып. Яғни жаңағы мазардың жанындағы күннің күркірегені, найзағай барлығы және сұмарбаушының образы бір-біріне сай. Өйткені бұл кейіпкер тылсым әлеммен, духтармен байланысты. Келесі нұсқа керісінше дұрыс еместер қатарында, бірақ сонда да бір көз жүгіртіп өтейік. Ол шебер. Сиқырлы кесе эпизодында бай тостағанын жоғалтып алады. Ал тостағаны бай үшін өте маңызды еді. Өйткені оны нағыз шебер жасаған. Негізі шынына келгенде бұған аса қатты мән берудің қажеті жоқ. Ол шебердің кім екенін білсек те білмесек те ештеңе өзгермейді. Бәлкім базарда тостаған жасап сатып жүрген біреу шығар. Оны қазір өлді деп те ешкім айтпады. Өлсе де мына мазарда тура сол шебер жатқаны екі талай. Бағанадан бері бір нәрсе айтпадым, бірақ оны өздеріңіз де байқаған боларсыздар. Ол құлпытастар. Олардың саны 3.
яғни тек мазада ғана емес, жанында да адамдар жерленген. Сонда бұл жерде жалпы 4 адам бар. Осы бағытқа қарай ойланып, мультфильмде топпен жүретін адамдарды іздеуіміз керек. Солардың бірі уәзірлер. Неге олар? Өйткені олар бірінші маусымның кейіпкерлері, ал екінші маусымда уәзірлер мен қазылар бөлек. Не айтайын деп тұрғанымды түсінген шығарсыздар. Жалпы бұл уәзірлер ханның затын ұрлауға дейін барған және ең қымбат зүбәржатын алуға тайсалмады. Бәлкім кейін тағы сондай бір қылмыс үстінде ұсталып, ақыры өлім жазасына кесілген шығар. Содан кейін екінші маусымда уәзірлер ауысқан болу керек деп басында ойладым, және бұл дұрыс болып келе жатқан. Тек бір нәрсе бәрін құртты. Ол қайтарым деген серия. Неге екенін көрсетейін. Шын мәнісінде бұлар тірі екен, яғни тек жұмыстарынан қуылған. Бірақ басқа топ өкілдері де бар. Бұл бізде 6-шы соңғы вариант және дұрыс болуы мүмкін дегенге келеді. Ол бәйбішенің туысқандары. О дүниенің өкілі эпизодында алдар өзін о дүниенің өкілімін деп таныстырады. Сол кезде бәйбіше қайтыс болған туысқандарына зата барсын деп алдарға жүк артып жібереді. Сол кезде атасы, әжесі, ағасы жайлы айтылады. Содан кейін бай мен тәуіпте бәйбішенің анасының да жоқ екенін білеміз. Анам байғұс, бұл жалқауға тиме, өмір бойы күң болып айтқан істеумен өтесің деп бекер айтпапты. Егер осы төртеуінде бәйбішенің жақындары жерленсе, онда мазарда атасы, қалған зираттарда әжесі, анасы, ағасы. Осылайша сан жағынан алсақ, соңғы нұсқаны қарастырсақ болады. Енді барлығын бір қайталап қайсысы дұрыс екенін анықтайық. Шыңғысхан, қазы, шебер және уәзірлерді біз қате дедік. Не үшін екенін түсіндірдім. Бұл нұсқаның кейбір сәттері қисынсыз. Ал дұрысқа жақыны екеу, ол сұмарбаушы және бәйбішенің туысқандары. Екеуінің арасынан біреуін таңдауымыз қажет. Мазар тұрғызу үшін қаражат керек. Мысалы, бәйбішенің туысқандарына бай салып бере алады. Ал сұмарбаушы дүлей сияқты қауіпті мақлұқтарды ауласа, ол да беделді адам болғаны анық. Ол үшін оған жұрт рахмет айтып, немесе хандар сыйлық беру мүмкін. Сөйтіп ол елге танымал адамға айналады. Тіпті сұмарбаушы сол заманның ханына жұмыс істеуі де ғажап емес. Сонымен екі нұсқаның арасынан осы сұмарбаушыны таңдар едім. Әрине 4 зиратқа бәйбішенің 4 туысқаны келсе де, атмосфера символизм жағынан сұмарбаушы нақтылау. Мазарда жай адам жатпағаны анық. Айналасындағы 3 құлпытас мысалы оның шәкірттеріне немесе достарына тиесілі болуы мүмкін. Өйткені 1000 жыл бұрын рухтар көп болған болса, оларда аулайтын аңшылар да біреу болмау керек. Сонымен бұл бізде алдар көсе құпиялары рубрикасының бірінші бөлімі болатын. Комментарийге сіздің ойыңызша қай нұсқа дұрыс екенін жазып кетіңіз. Бәйбіше туысқандары ма, әлде сұмарбаушы ма? Немесе шынымен ешкімге белгісіз жай адам ба, жазып кетейік. Егер видео ұнап жатса, осы рубриканы жалғастырамын. Қоштаспаймыз, келесі кездескенше.